мөлшері топ атаулар тұрады. Мына топ бойынша әр қатарда өздеріңіздің топтарыңыз бойынша тұрасыздар. Бірінші топ отын тобы. Кеп қағаз пенал аласыздар. Екінші топ жылу мөлшері. Так, үшінші топ меншікті жылу сыйымдылық. Енді сіздер қағаз пеналдар бойынша топ атаулар аласыздар. Келе ойыңыздар. Келе ойыңыздар. Так, енді үйде сәл отырамыз. Бірінші топ отын топ келеміз. Екінші топ тексіз келе ойыңдар. Және екінші топ бізде неге аталып тұр? Қараймыз, екінші топ бізде жылу мөлшері, үшінші топ меншікті жану жылуы. Кешет бала ойыңыздар болса, енді біздер әр топ атауын бердік қабінен. Яғни бірінші топ бізде отын тобы, екінші топ жылу мөлшері, үшінші топ бізде меншікті жану жылуы. Енді қазір сіздерге бағалау қағаздары беріледі. Бұл бағалау қағаздары бізде не бойынша? Телефон әдісі бойынша. Бұл бағалау тапсырмасында бірінші сіздерде не беріп тұр? Әр тапсырма бойынша ұпайлар беріп тұр. Болмалық жүйе бойынша. Сол бойынша сіздер әр пән бойынша, әр не бойынша, бөлім бойынша сіздер ұпайларыңызды жеке белгілеп тұрасыздар. Ең соңында ұпай қанша балл жинадық, сол бойынша бағаларды айтасыздар. Жақсы ма? Так, жоғарысын аты жөндеріңізді міндетті түрде жазыңыздар, сыныпта жазыңыздар. Жақсы балалар, осымен енді сабағымызды бастаймыз. Енді бастамасы бұрын біздер неге? От платформасы бойынша біздер үй тапсырмасы, яғни миға шабуыл әдісі. Үй тапсырмасы сұрақтарға жауап береді. Меншікті жылу сыйымдылығы мөлшері қандай? Кім жауап береді? Кей бейгумада. Қай жауап дұрыс? Жолдың жарамын процесі. Қайсы? Өте жақсы жарайсың отыра ғой. Келесі сұрақ. Так. Келесі жылу мөлшері формасы қандай? Кім жауап береді? Қол өтіп жауап береміз. Жылу мөлшері кило. Формасы қайсы? Ой мама, жақсы жарайсың. Келесі. Екінші келесі сұрақ. Суда меншікті жылу сыйымдылығы неше жол бөлінген килограмм көтілген градус Цельсий? Килограмм. Қайсысы? Өте жақсы жарайсың. Келесі сұрақ. Тез. Так, келесі жылу мөлшері белгіленуі қандай? Кило айтты ма? Жылу мөлшері қайсысы? Өте жақсы жарайсың. Келесі сұрақ. Жылу мөлшері қандай физикалық шамаларға тура пропорционал? Кім жауап береді? Қандай жылу мөлшері пропорционал? Кел. Масса температура, салмақ температура, заттың тегі қайсысы? Қайсысы? Так, заттың меншікті жылу сыйымдылығы. Жақсы, келесі. Кило. Бір калорияда қанша жол бар? Қайсысы? 4,2. Жақсы, жарайсың. Келесі. Жылу мөлшері ағылшын тілінде қалай аталады? Жылу мөлшері. Қайсысы? Кило. Қайсысы деп? Жақсы, көзіміз отыра Келесі. 1 килограмм затты 1 градусқа жылытуға қажетті жылу мөлшеріне тең шама. Қайсысы бұл? Жылу сыйымдылық, жол калория. Келе ғой Аружан. Қай жауап дұрыс? Өте жақсы жарайсың. Келесі сұрақ. Заттарды жылу өткізуіне қалай орналастыр? Яғни төменнен жоғары жылу өткізу қасиетіне қарай. Ағаш, алюминийіміз, алюминий ағашымыз кім? Әдемі келе ғой. Мыс, алюминий ағаш жарайсың. Келесі.
ішкі энергияның өзгерісінің тең шама қайсысы бұл? Ішкі энергияның өзгерісінің тең шама қайсысы бұл? Келі ол. Әдемі? Қай жауап? Жылу мөлшері? Жақсы. Өте жақсы жарайсыздар балалар. Осымен біздер тапсырмасы бойынша сұрақтар барлығы аяқталды. Енді біз бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Енді бері қараймыз. Жаңа сабақ бастамасы болып бірінші суретімізді қарайық. Суреттер сөйлейді. Осы суреттер туралы өз пікірлерін бөлісіңіздер. Бірінші қатары. Сурет бойынша өз пікірін кім айтады? Айта отырса. Қайсы отын деп айта аласыз? Ортасы қай отын айта аласыз? Ағаш отын. Жақсы. Келесі сатып. Тас көмір жағын жақсы. Мына жерде мынау қандай газ? Газ, иә. Сіздер қазір қандай отын түрін айтып жатырсыздар? Ағаш. Қандай отындар? Ағаш, тас көмір, табиғи газ және мынау мұнайдың өндірілуі. Жақсы балалар. Мына біздер бүгін сабағымызды бастаймыз. Бүгін бізде тақырыбымызда дәптерді ашып мүмкін жазамыз. 26-сы 09-2025 таңымызды ашамыз. Параграф бізде 38-ші бетті ашамыз. Отынның энергиясы, отынның меншікті жану жылуы, практикалық жұмыс. 26-09-2025. Отынның энергиясы, отынның меншікті жану жылуы. Отынның меншікті жану жылуы. Практикалық жұмыс. Яғни балалар осы отынның меншікті жану жұмысына байланысты біздер практикалық жұмыс ойлаймыз. Яғни есеп шығарасыздар. Жақсы балалар. Сабағымыздың мақсатына, оқу мақсатына өтейік. Ол бізде оқу мақсаты, яғни отынның жану кезінде бөлінген жылу мөлшерін анықтау, отынның жану кезінде бөлінген жылу мөлшерінің формуласын есептер шығаруда қолдану. Енді жалпы отын деп, яғни жану процесі кезінде айтарлықтай көп мөлшерде жылу бөлініп шығатын жану шығады. Біздер неге айта еткенбіз? Отын деп айта еткенбіз. Отынның түрлері суретте көріп тұрғанымыздай, бұлар қандай? Көмір, ағаш, шымтезек, газ, бензин, бұлардың барлық бізде отын түрлері болсын. Жаңа отын түрлерін мына жерде көруге болады. Бұл жерде қарап отырсақ, мұнай, мына жерде қарап ағаш, одан кейін бар керосин, бензин, осылар отын түрлерін міне көрсеңіздер болады. Осылар жаңағы кезде бізде жылу бөлінеді. Соны біз меншікті жану жылуын біздер қазір есептеп шығарып үйренеміз. Жақсы балалар, енді сол меншікті жану жылуын біздер физикада кіші Q деп атаймыз. Яғни формуласы қалай? Q тең үлкен Q бөлінген масса. Бұл үлкен Q деп атаймыз. Бұл отынның жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері, ал М деп атаймыз не? Отынның массасы. Өте жақсы. Өлшем бірлігі қандай екен? Жол бөлінген килограмм. Дәптерімізге жазып аламыз. Егер бізге қанша отын жанды деп есептесек, яғни массасын есептейтін болса, неге бөлеміз? Үлкен Q-ді кіші Q-ге бөлеміз. Массаның өлшем бірлігі қандай? Килограмм. Жарайсыңдар балалар. Жақсы. Жылу мөлшерінің өлшем бірлігі қандай? Жолмен есептеледі. Жақсы балалар. Жақсы, дәптерімізге жазып аламыз. Жалпы отынның меншікті жану жылуы әрбір отын үшін тұрақты шама бар. Кітабыңыздың артында кесте аша келіп қайталана отырып есеп шығарасыздар. Мысалы ретінде біздер қазір керосиніміз құрақ ағашты, құрақ ағашта 1 килограмм құрақ ағаш алған кезде жылу мөлшерін есептесек, құрақ ағашты қаншаға тең? 8,3 қандай жол? Мегажол бөлінген килограмм. Түсінікті ма? Жақсы. Осылай кестені пайдаланып есеп шығарасыздар. Жақсы балалар. Енді біздер жалпы бүгінгі сабақ бойынша сұрақ бар ма? Дәптеріңізге жазып алдық па? Жақсы. Онда біз бірінші тапсырмамызды бастайық. Функционалдық сауат тапсырмалар, яғни кім жылдам
бұл топтық жұмыс, яғни контекст оқимыз, сосын әр екі сұраққа жауап береміз. Жақсы, бұл топтық жұмыс, бұл жерде дескриптор түсініп етейін, бір контекст оқып аласыздар, сосын дескриптор белгілі зат 1 ұпай, формасы 80 жүргізеді 1 ұпай, көп жыл бөлінеді, отын түр жасаңыз 1 ұпай, жалпы топ бойынша 3 ұпай береді. Жақсы, бізде 238 беттегі екінші кесте ашайықшы. Міне, сұрай қаратыр, егер есеп шартында берген, мысалы, тас көмір пеш жағып, тамақ дайындамақ болды. Оларды 3 килограмм көмір және 2 килограмм отын ағашын жақты. Көмірдің меншік жану жылуы 30 000 килоджол, ағаштікі 12 000 килоджол. Жалпы пеште қанша жылу бөлінеді? Қай отын түрі көбірек жылу бөлінеді? Қайсысы? Өзіңіз орындайсыз. Яғни берілгені қосасыздар ХБЖ-ға. Критериялары жоқ болса қосамайсыздар. Сосын формуласы шешуі. Сосын қай отын көбірек жанады? Ағаш па, көмір ма? Дұрыс жауап ашу 1 ұпай. Жалпы 3 ұпай. Бәрін орындаймыз. Берілген барлығымыз жауап береміз. Я уже на заставе. ХБЖ-ға айналдырды, жолға айналды. Одан кейін формулада отынның жану жылу мөлшерін шығарттық. Одан кейін Q3, яғни 2 жылу мөлшерін қостық. Одан кейін бізде 104 миллион шықты жауабы. Q3-іміз ал ең соңғы екі сұрақ жауабы қайсысы екен? Көмірдің жылуы көбірек. Көбірек па, жақсы, 3 ұпай. Барлықтарымыз белгілейміз. Жақсы бала. Енді келесі алдымен бізде Q1 90 килоджол бөлінген килограмм шықты, ал енді Q2 бізде 24 000 килоджол бөлінген килограмм. Жалпы жылу мөлшерін шегетем? Q табу керек қой мына жерде. Сонда Q табатын болса, Q1 қосу Q2. Екінші сұрақтың жауабы бар ма? Екінші сұрақтың жауабы бар ма? Жоқ. Жалпы 2 ұпай, бәріміз белгілейміз. Жеті дұрыс. Мына жерге жазылу керек, мега жол. Балалар жақсы жазып аламыз. Түгел болдық па? Жақсы. Өте жақсы. Енді бар ма? Екі сұрақтың жауабы бар ма? Жоқ. Жалпы 2 ұпай, бәріміз белгілейміз. Бірінші ұпай. Неге бар шықты? Үшінші бұл бізде қайсысы? Кино және. Қане кино? Абай бар. Bir ұпай, бірде алты қосып белгілі жазасыздар. Екінші формадан үшін 1 ұпай, және есеп шығарған үшін 1 ұпай. Жеті дұрыс. Мына жерге жазылу керек, мега жол. Кім есеп шығарғанда? Бәрін есеп шығарғанда. Балалар жақсы жазып аламыз. Түгел болдық па? Жақсы. Өте жақсы. Енді бұл жерде отынның шындық жалған тапсырмасы көшірмейміз. 1, 2, 3, 4, 1 шындық. Бұл жерде
дәптеріңізге орнатып көшірмейсіздер. Бір шындық, екі жалған дейсіздер. Шындық деген ол дұрыс деген, ал жалған деген қате деген. Аға. Жақсы. Неге өзіңіз белгілейсіз? От көтергенде балалар, жақсы қараймыз. Оттың бесік жарым жылу бір килограмм оттың жағына бөлінетін жылу мөлшері. Бұл дұрыс па, дұрыс па? Дұрыс. Яғни бұл плюс бір деп белгілейміз дәптеріңізге. Екіншісі, оттың бесік жарым жылу мөлшері жол. Дұрыс па? Оттың бесік жарым жылу қандай? Яғни жалған. Яғни жол бөлінген килограмм. Бұл бізде жалған. Келесі көмірде бесік жарым жылуы ағаш қарағанда үлкен. Дұрыс па? Иә, дұрыс. Шындық. Енді оттың жалғанда бөлінетін жылу мөлшері оның массасына тәуелді емес. Жалған. Жарайсыздар. Яғни ұпайларымыз белгілік па? Жақсы балалар. Енді әр дұрыс жауапқа бір ұпай, жалпы төрт ұпай беріледі. Енді балалар жақсы. Бүгін сабақ түсінікті ма? Енді балалар жақсы. Енді бізде үй тапсырмасын аламыз. Үй тапсырмасы 1/6 атты отын біздерге сағат 4-інші салыстыр. Жәния, жақсы 8 ұпай жинап отыр. Аяру 8 ұпай. Жақсы, тағы кімде? Қайсысы? Аға, Самал. 7 ұпай. 8 ұпай жақсы, мына топта. Айырке жақсы. 9 ұпай. 9 ұпай. Кімде Беймарова? Қайсысы? Кімде? Арманда 8 ұпай. Келесі мына топта. Бегарыс 8 ұпай. Сымбат 9 ұпай. Жақсы, қайсы көрсе ғой? Жақсы, 9 ұпай. Енді түсінбеді, көрдісіне бұл басасы келе ойнап.